сіздің айтқан телефон. Бұл деген кәдімгі қазіргі дерт, проблема. Айтады, төсекке жаттым, бір кезде сотканы бір нәрсе тыңқ ете қалды, соны алып қарап едім, бір кезде қарап қалсам, 2 сағат болып сотка қарап отырғанмын, бітті. Сотканы қойдым, ұйықтаймын бірақ, көзім бақырайып жатыр. Соны қайтадан сотка аламын. Енді ұйықтай алмай не істеймін дейді. Енді өте маңызды мәселе. Менің көзіме LED сәуле түскен кезде, соткада бізде LED сәуле түскен кезде, менің көзім оны күн деп қабылдайды. Енді примерно. Содан кейін кортизол бөледі. Яғни біз көзімізге күн түскен кезде біз ұйықтамаймыз. Біз оянуымыз керек. Біз түнде ұйықтаймыз, күн шыққанда оянамыз. Кортизол деген не? Қандай гормон? Стресс гормон. Стресс гормон. Оны сізді оятады, дайындайды. Бір стресстік жағдайға дайындайды. Стресс деген мынандай ғой, мысалы төсектен таңертең атып тұру, ол денеге стресс. Өйткені бүйтіп 4-5 сағат қимылсыз жатқан дене, пульс түсіп кеткен соң атып тұрды. Мысалы бардың да суық бетің жүрдің, ол стресс. Стресс деген жаман нәрсе деген сөз емес. Депрессия жаман, стресс жиналып қалса, шаршайсыз, бірақ сіздің әшейін бір танымайтын жеріңізге кірудің өзі стресс. Мен мынандай тестті қазір жасап жүрмін, уже почти бір аптадай болды. Күнім күшті өтсін, жаңағыдай стресс гормоны кетіп қалсын деп мұзды неге түсем да? Күшті. Қайғырмайсың ғой үшін бір күн бойы. Ол күшті. Стресс гормондары кетіп қалды дегенде ол сізді оятады кәдімгі.